Адамзаттың бүгінгі күнде және өткеннен қызықтыратын басты сұрақтары: адам қайдан пайда болды? Ғалам қайдан пайда болды? Үшінші сұрақ: қандай мақсатта? Барлығымыз білетіндей, бұл сұрақтарға әртүрлі көзқарастар болған. Соның ішінде діндердің жауабы адамдарды сендіре алды. Өз қоғамыңдағы кез келген адамнан сұрасаң, 6 күнде жаралған деген қысқа жауаппен қайырады. Бұл әлемнің жаратылуы туралы діни көзқарас. Бірақ сол уақытта діннің жауабы дұрыс көрінді. Себебі ғылым сол ғасырларда төмен деңгейде еді. Яғни адамзаттың қолында мәліметтер аз болған соң, бір сөзбен айтқанда, ғылым дамымаған соң әртүрлі мифтерді ойластыра бастады. Содан келіп, әлемнің жаратылуын діни көзқарастардың жауабы қанағаттанды. Сосын келе ғылым дамып, жердің пайда болу туралы нақты көзқарастар дамыды. Бүгінгі таңда ғылымның дәрежесі адамзат бұлай тұрсын, ғаламның пайда болуын зерттеуге көшті. Ғылымның арқасында ғалымдар ғалам туралы біраз мәліметтер білумен шектелген жоқ. Басқа планеталардан тіршілік көздерін іздеп жүрген тағы да білеміз. Ғалымдар бүгінгі таңда ақыр заман келген күтіп отырған жоқ. Қаншама жаңалықтар ашып жатыр. Егер біз діндарларға сеніп, діни уағыздарға арқа сүйеп отыра бергенімізде ешқандай жетістікке жетпес едік. Бүгін сіздерге қоғамымыздағы көп қойылатын сұрақ: ғалам неден пайда болды? Оны біреу жаратты ма, немесе галактиканы жарату үшін біреу қажет пе? Осы сұрақтарға тоқталып өтеміз. Өздеріңіз білетіндей, бүгінгі таңда бұл сұраққа мардымды жауап айта білген Стивен Хокинг. Сіздерге кеңес: Стивен Хокингтің еңбектерін оқып таныссаңыздар, біраз мәлімет біле аласыздар. Ендеше ғалам кеңістігіне бірге саяхаттайық. Ғалам деген сұраққа жауап бермес бұрын Эйнштейннің әйгілі формуласымен жауап беруге тырысып көрейін. Е тең МС квадрат. Формуласына келсек, ғаламның пайда болуына әсер еткен энергия мен кеңістік. Энергия мен кеңістік ғалымдар болжауымен бір ғана сәтте үлкен жарылыстан пайда болған. Сонда бүкіл ғалам бір мезетте пайда болды деген ой келеді. Біразы бұл жерде Құдайдың қатысуымен болған деп түсінеді. Энергия мен кеңістікке біреудің қатысуымен жаратылған деген жауап береді. Бірақ ғалымның жауабы басқа. Ғаламның пайда болу заңдарымен өмір сүреміз, бірақ бұл Құдайдың бар екенін түсіндіріп бере ала ма? Адамдар кез келген заттың өтеуі болады деп сенеді. Бірақ ғалым тілімен жауап берсек, ештеңенің өтеуі болмайды. Қалай ғана энергия мен кеңістік жоқ нәрсе материяға айналады? Хокингтің аналогиясымен айтқанда, тегіс жерде шұңқыр жасақысы келген адамды елестетіп көрейікші. Төбе бұл ғалам. Ол үшін адам шұңқыр қазып, топырағын төбеге жинау керек. Ал тек төбе жинамайды, сонымен қатар не істейді? Шұңқыр жасайды. Бұл айтқанда төбеге кері нәрсе жасайды. Шұңқырда болған нәрсе енді төбеде. Сондықтан бәрі тепе-теңдікте. Ғаламның жаратылысы тура осындай қағидатпен жүреді. Үлкен жарылыс орын алған сәтте үлкен мөлшерде энергия бөлінген. Дәл сол уақытта теріс энергия да бөлінген. Бұндай жағдайда оң энергия теріс энергияның нәтижесі нөлге тең болады. Ал қазір теріс энергия деген сұрақ қайда деген сұрақ туындауы мүмкін да. Кеңістік теріс энергияның ең үлкен қоры. Оның күші бүкіл ғаламды жойып жіберуге жетеді. Миллиардтаған шексіз галактиканың арасында үлкен тартылыс күштер жұмыс істейді. Ғалам теріс энергияны сақтайтын үлкен батарея сияқты. Ал біз білетін оң энергия мен масса ол төбе. Біз айтып тұрған шұңқыр ол теріс энергия. Бұл прогрестің іске асуына кім және не араласты? Ғаламның аяқ астынан пайда болуына не себеп? Күнделікті өмірде қолданылған заттар өзінен өзі пайда болмайды. Бармақты шерту арқылы кофені дайындай алмаймыз. Кофені дайындау үшін дәнді дақылдар, су, сүт пен қант керек. Мәселе мынада. Біз кванттық механика деп атайтын ғылымда протон бөлшектері басқа жерден пайда болу үшін ештеңеден пайда болып та жоқ болып та кете алады. Бұл жерде тағы сұрақ туды. Кванттық физикамен үлкен жарылысты Құдай жаратты делік. Мен әрине діни көзқарастағы адамдардың көңіліне тиегім келіп тұрған жоқ. Бірақ ғылым Құдай жаратты деген пікірге қарағанда бұл сұраққа нақты жауап бере алады. Ғылымның пайда болуы Құдайдан бастау алады деп ойлаймын. Себебі
күнделікті тәжірибеміз кез келген нәрсенің бастауы бар деп түсіндіреді. Ғалам толықтай қарастыратын болсақ, оның бастау шарт емес. Мысалы, таудың етегінен аққан бұлақтың бастауын қарастырайық. Бастаудың пайда болуына не себеп? Тауда жаңбыр жауады деп есептейік. Ал жаңбыр қайдан пайда болады? Бұның жауабы күннің мұхит бетіне түскен сәуледен көтерілген бұлтты құрайды. Ал күн сәулесі қайдан пайда болады? Егер күннің ішіне қарайтын болсақ, синтез деген процесті байқаймыз. Сутек атомдары қосылып гелийді құрайды және көп мөлшерде энергия бөледі. Ал сутек атомдары энергиядан тұрады. Энергия, өздеріңіз білетіндей, үлкен жарылыстан пайда болды. Сонымен, табиғат заңдылығына сүйенетін болсақ, ғаламның пайда болуына ешкім себепкер болған жоқ. Бұл тұжырым Эйнштейннің кеңістік пен уақыт теориясына байланыстыруға болады. Яғни, үлкен жарылыстың нәтижесінде уақыт пайда болды. Кеңістікте жүзіп жүрген қара құрдымдарды елестетіңізші. Кез келген қара құрдым ол жұлдыз. Оның материясының тығыздығы оның массасы мен сыртқы келбетімен сәйкес келмейді. Оның тартылыс күшінің жоғары болған соншалық өзіне шыққан сәулені қайта өзіне тартып, уақыт пен кеңістікті иіп жібере алады. Және біздің тұрғылықты физикалық заңдар қара құрдымда бұзылады. Мына ғаламды қандай да бір себептермен біреу жаратты деген түсінікпен түсінген тиімді ме, немесе физикалық заңдармен түсіндірген тиімді ме? Қаласаңыз табиғат заңдылығын Құдай деп қалсаңыз да болады, бірақ сіз онымен кездесіп және сұрақ қоятын жеке тұлға емес. Соңғы 100 жылдықта ғалам туралы түсінігіміз ғылымның арқасында қатты дамыды. Енді біз барлығын басқарып отырған табиғат заңдылықтары үлкен жарылыстан бастау алғанына күмән келтірудің керек жоқ екенін білеміз. Адамдардың көбіне қоятын сұрағы, неге біз мұндамыз? Бұның жауабын оңай тапқысы келеді. Оңай жауап күтеді. Әлемді біреу жаратты деген жауап ешқандай мағына бермейді, өйткені ол кезде уақыт деген ұғым болған жоқ. Кезінде жердің шетіне қалай баруға болады деген сұрақтар да болды. Жер деген эллипс тәріздес. Сондықтан мағына іздеудің керегі жоқ деп ойлаймын. Ғаламның пайда болу туралы көптеген түсініктер бар. Соның бірін қарастырайық. Мысалы, Африкадағы Бошонго тайпасының аңызына сүйенсек, әлемде басында түн, су және Бумба деген құдайдан басқа ешкім болмаған. Бумбаның бір кезде іші қатты ауырып күшенгенде күн пайда болды. Күн сосын суды буландырып құрғақ жерлер пайда болды. Бумбаның іші ауырып тағы бір күшенгенде ай пайда болды. Сосын жұлдыздар, аңдар, қолтырауын, мамонттар, тасбақа, сосын адамдар пайда болды деседі. Бұл тайпада әлемнің қалай жаратылғанына түсінік бергісі келді. Әдетте адамдар салыстырмалы түрде жауап береді. Өйткені адам баласы өзінің жаратылысын дамыған, білім жетілдірген сәттен бастайды. Ал бұл қорытынды ұзаққа апармайды. Бұл процесс әлде қайда үлкен. Гректің ең танымал философы Аристотельдің ғалам мәңгі өмір сүреді деген тұжырымға келген. Яғни шексіз деген тұжырым жаратылды деген тұжырымға қарағанда ақылға сыйымды. Ал әлемнің басы бар деген тұжырымға қарайтындарға сұрақтар туындай береді. Әр адам әртүрлі нәрсеге сенеді. Түсіндірмесі, мына әлемді ешкім жаратқан жоқ, және біздің тағдырымызды ешкім басқармайды. Мағыналы өмір дегеніміз өмір сүруге талпынысымыз, біреуге әсер ете алуымыз, гендерді балаларымызға беріп кетуіміз, ғаламның кереметтігін бағалауымыз. Нағыз өмір деген осы. Біз ғаламды түсіну арқылы үлкен жетістіктерге жетіп жатырмыз. Біздер әлі ғаламды толық ашпадық. Жаңа ашылымдар жасаған сайын жауаптар емес, сұрақтар көбеюде. 1915 жылы Эйнштейннің салыстырмалық теориясына сәйкес кеңістік пен уақыт шексіз болып табылады. Ол тұрақты қозғалмайтын фон емес. Әлемнің пайда болуына дейінгі уақыт туралы айтудың мағынасы жоқ. Бұл оңтүстік полюсте тұрып, оңтүстік бағытты сұрағанмен бірдей. Заманауи ғарыштық Хаббл телескоп арқылы ғаламды әртүрлі формада көруімізге болады. Әр ғаламшарда миллиардтаған жұлдыздар бар. Әр ғаламшардың өзінің планеталар жүйелері бар. Алайда ғарыш кеңістікте бірдей болып көрінгенмен уақыт өте келе өзгеруі сөзсіз. Ғалам қазіргі көрінісімен мәңгі тұра бермейді. Егер жұлдыздар өз орнында мәңгі тұрған болса, неге олар аяқ астында миллиардтаған жыл бұрын жана қалды? Ал адамның көп бөлігіне ғалам осы қалпында бірнеше жыл бұрын жаратылды деген жауап қанағаттандырады. Ал бұл өте қате жауап.
Хаббл телескобы тағы да бір жаңалығы, ғаламшар бір-бірін алшақтап бара жатқанын ашты. Осыған қарап ғаламның кеңейіп жатқанын байқасақ болады. Егер ғаламшар бір-бірін алшақтап жатса, бұрын бір-біріне тығыз орналасқан деген тұжырымға алып келеді. Сонда 10-15 миллиард жыл бұрын ғаламшар бір-біріне тығыз орналасқан, яғни қазір алшақтап жатыр деген ойға түйуге болады, ойды түйуге болады. Ғаламның жарылуының басы бар деген пікірмен ғалымдар келіспейді. Бұл физика заңдарына қарама-қайшы. Біреулер бұл құбылысты сыртқы факторлармен түсіндіруді жөн көреді. Ол өзіне ыңғайлы болу үшін біреу жаратты дей салады. Ал бұл өте оңай жауап. Ғалам туралы сұрақтарды көбісі метафизика мен дін саласынан іздейді. Біз ғаламды түсіну үшін ғылымды таңдауымыз керек. Өйткені тек ғылым ғана ғаламның құрамын, қызығын бізге ашып берген. Мүмкін түсіну қиында шығар, бірақ тырысуымыз керек. Адамдар қара құрдым жайлы айтыла бастаған кезде бойларында қорқыныш пайда болады. Қара құрдымнан қорқудың керегі жоқ, керісінше бар болғанына қуануымыз керек. Себебі жер шары мен басқа планеталар күнді айналған сияқты құс жолы галактикамызда қара құрдымда айналып жүреді. Соның арқасында ғалам тұрақтылығын сақтайды, яғни балансты. Бұл ғалам жұлдыздарға, галактикаларға, қара құрдым мен тұмандылықтарға, планеталарға, қараңғы материяларға толы шексіз кеңістік. Ғалам тек қана осы айтылған кеңістіктерге ғана емес, энергия мен уақытта кіреді. Ғалам үнемі кеңейіп отырады. Оны бақылау қазіргі ғылыми деңгеймен мүмкін емес. Сонымен, мына ғалам үлкен жарылыстан пайда болды дедік. Басында жарық жылдамдығымен кеңістік тарап жатқан ыстық материядан басқа ештеңе болған жоқ. Сосын Мафусайл атты алғашқы жұлдыздар пайда болды деп ғалымдар болжайды, есептейді. Ыстық ғаламның кеңістігінде болып жатқан көптеген жарылыстардың арқасында жаңа құрдымдар пайда бола бастайды. Осы уақытта кеңістіктің бүкіл материалы иондалу барысында жұлдыздар мен планеталарды құрай бастайды. Айта кетсем, біз білім ғылым жинасақ, табиғаттың тылсым әрі құбыжық болып көрінген нәрсені оңай шешетін боламыз. Мысалы, қазір тылсымға сенетін адамның өзі күннің тұтылуынан қорқпайды. Себебі ғылым сырын ашып берді. Алайда осы күннің өзінде де мына әлемде біз әлі біле қоймаған толық ғылыми түсіндірмесі жоқ нәрселер бар. Ал адамзат ізденісті тоқтатпаса, ашылмайтын сыр қалмасы анық. Күнделікті тәжірибеден тыс ойымызға сыймайтын құбылыстардың барлығы көбінесе теріс ұғымдарға жетелейді. Тіпті жоқ нәрсеге сенушілікке апарып соқтырады. Жұмбағын ғылым әлі ашып шешпеген нәрселер қараңғы адамдардың Құдайға немесе табиғаттан тыс ғаламаттарға сенуге жетелейді. Адамдар табиғаттың нақты жұмбақ құбылыстарына кез болғанда, әсіресе кенеттен бірдеңе бола қалғанда, әркім өзінше топшылайды. Әр адам өз білім деңгейімен шешім шығарады. Біреулерге бұл шында да жұмбақ болып көрінеді. Енді біреулер білімнің кемдігінен қиялмен, елеске сенумен толтырады. Үшінші біреулер жаңа құбылысты қайдағы бір алдамшы нәрсе, сиқыршылық ғаламат түс деп түсініп тезірек ұмытуға тырысады. Оның сырын қазіргі заманға ғылыми әдістермен ашу керектігін біреу білсе, біреу түсінбейді. Француз философы Ден Дидроның мынадай сөзі бар: ғаламаттарға сенім бар жерде талай сұмдықтар бола береді. Жұрт оған неғұрлым көп сенген сайын мұндайлар соғұрлым жиі кездеседі дейді. Жақсы, тақырыпқа оралайын. Мынаны ескертіп кету керек. Егер біз ғаламның қалай қалыптасқанын айтатын болсақ, бізге ол үшін мыңдаған сағаттар керек болады. 2019 жылы 10 сәуір күні сағат 16:00-де Event Horizon телескопы арқылы Messier 87 галактикасында М87 қара құрдымның алғашқы шынайы суретін түсіруге мүмкіндік болды. М87 қара құрдымы жер шарына ең жақын орналасқан болып табылады. Ара қашықтық шамамен 54 миллион жарық жылы. Мүмкін сіздер жарық жылы қалай есептелетінін түсінбей отырған шығарсыздар. Елестетіңіз. Сіз 299 миллион 792 мың 458 метр секунд жылдамдықпен бір жыл жүрсеңіз, сіз қанша шақырым жүрер едіңіз? Міне, жарық жылы дегеніміз осы. Бір жарық жылында 9 триллион 460 миллиард 730 миллион 472 мың 582,8 шақырым бар. Салыстыратын болсақ, жер шарының диаметрі 12.742 шақырым.
ары қарай өзіңіз ойлана беріңіз. Бұл ғаламның қандай шексіз екеніне көзіңіз жеткен шығар. Осындай шексіз кеңістікте біз тұратын жер шары көрінбейтін атоммен бірдей-ақ болып қалады. Рахмет.